Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге 1986 жылы 16 желтоқсанда қаза тапқандар жайлы айтатын боламыз. Каналға тіркеліп лайк басу арқылы бізге зор шабыт бересіз. Ендеше біз бастаймыз. Биыл КСРО-ның ыдырауына жеделдеткен Алматыдағы желтоқсан көтерілісіне тура 30 жыл. 1986 жылдың 16 желтоқсанында Бірженов алаңына қазіргі республикаға жиналған мыңдаған жас Қонаевтың қызметтен кетуіне наразылықтарын білдіріп, күннің бірінші хатшысы болған Калибинің орнына қазақ азаматын тағайындауы талап еткен болатын. Жиналған топтың оңайлықпен тарамайтынын білген кеңес билігі жастарды алаңнан күштеп қуады. Желтоқсан оқиғасында қанша адамнан қаза тапқаны әлі күнге дейін нақты емес. Ресми деректерде қайтыс болған 4 адамның ғана аты айтылса, бейресми деректер көзі марқұм болғандар саны бұдан әлде қайда көп екенін мәлімдеп келеді. Сондай-ақ осы көтеріліске қатысқан 99 жас азамат сотталып, 264 студент оқудан шығарылған. Міне осындай батыр азаматтар болған. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Желтоқсан желі